Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің дайындалатын тағамымыз оңтүстіктің хит тамағы нан салма. Ең алдымен майымызды жақсылап қуырып аламыз, сосын етімізді саламыз. Бұл тамақ ет аз кезде қамыр ауқат жегілеріңіз келсе, дайындасаңыздар өте дәмді шығады. Осылай жақсылап етімізді қуырып алғаннан кейін пиязымызды салатын боламыз. Кей жерлерде жуа деп те аталады. Пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Дәл осы видеодағыдай қуырыңыздар. Ең тамақтың дәмді шығатыны қайталап өтейін, алдыңғы видеомда да айтқам, ет пен пияздың қуырылуына байланысты қыздар. Тамағыңыз өте дәмді шықсын десеңіздер, ет пен пиязды жақсылап қуырыңыздар. Қыздар, осы жерде айта кетейін, әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады, приправалар қоссаңыздар болады. Менің өзімнің осы тағамға арналған соусым бар. Рецебін осы жерде жазып кетем, мұқият қараңыздар. Осылай жақсылап қуырып болғаннан соң, қыздар, картошкамызды салатын боламыз. Картошкамызды осылай кубиктап тураймыз. Өте көп болғаны дәмді болады. Сосын соусты айта кетейін, менің бұл фирменный соусым. Сіздерге міне рецебін тастап кетемін. Дайындап осы тағамға, болмаса басқа тағамдарға қоссаңыз да, тамағыңыз өте дәмді шығады. Және де бізге 3 тал чеснок керек болады. Осылай езіп салатын боламыз. Тамақты өте дәмдетеді қыздар. Осылай қуырып болғаннан кейін үстіне 1 литрдей су құятын боламыз. Жақсылап қайнағаннан соң астын бәсеңдетіп қоямыз. Енді міне қамырымызға кірісетін боламыз. Қыздар, қамырымызға 1 пиала су және 1 жұмыртқа, ұн қажет болады. Қыздар, қамырымызды видеодағыдай орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Және тура осы видеодағыдай кесетін боламыз қыздар. Міне тура осылай. Ірі емес, осылай ұсақтап турайтын боламыз. Және қайнап тұрған суға қамырымызды салып аламыз. Осылай майын жақсылап бетіне құйып, үстіне подливын осылай жақсылап салып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналым ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Инстаграм парақшасына да тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.